Баршаңызға сәлем, керек кеңес арнасының көрермендері. Бүгінгі біздің тақырып бастағы биттен қалай құтылуға болады. Бастағы бит адамның басында ғана тіршілік ететін жәндік паразит. Оның жұмыртқасы сірке. Аналық бит күніне 3-7 жұмыртқа жарып, шаштың түбіне қалдырады. Адам битінің шашта өмір сүретін бас биті, дененің түкті жерлерінде өмір сүретін көйлек биті және жыныс мүшелерінің түкті аймағында өмір сүретін шат биті деген 3 түрі бар. Баста бит қайдан пайда болады? Педикулезден қалай сақтану керек және паразиттен құтылудың амалы қандай? Бұл туралы трихолог Динара Рысбекова айтып берді. Бастағы биттің адамға пайдасы туралы әңгіме рас па? Бастағы бит адамның басында ғана тіршілік ететін жәндік паразит. Оның жұмыртқасы сірке. Аналық бит күніне 3-7 жұмыртқа жарып, шаштың түбіне қалдырады. Бит орта есеппен 27-30 күн өмір сүреді. Шаштан алып тастаса, бір күннен кейін өліп қалады. Трихологтың айтуы бойынша, бастағы бит адамның өмір сүру сапасын төмендетеді, бірақ оның шаш құрылымына зияны тимейді. Бит басты қыштады, қасылған орын біртіндеп жараға айналады. Емін жасамаса, педикулез қаншама инфекцияға себеп болады. Басы қыши берген адамның ұйқысы бұзылады. Педикулезді уақытылы емдемесе, терінің қабуына дерматитке, терінің іріңдеуі пиодермияға айналады. Адамның арам қанын сорсын деп, битті шашқа әдейі салатындар да бар дегенді естігенмін. Бұл қате. Шаш битінің адам денсаулығына ешқандай пайдасы жоқ, дейді Динара Рысбекова. Дәрігер баста болатын бит түрлі вирус пен бактерия тарататынын айтты. Бөртпе, сүзек сияқты қауіпті аурудың таратуына да бит себепші болуы мүмкін. Педикулез ауруы қалай жұғады? Маманның айтуынша, педикулез бірнеше жолмен жұғады. Педикулезбен ауырып жүрген адаммен араласқанда бит оның басынан сау адамға өтуі мүмкін. Гигиена заттарын басында биті бар адаммен бірге пайдаланғанда педикулез жұғады. Педикулезі бар адаммен бір тарақпен таранып, бір сүлкімен сүртінсеңіз, бір жастықта жастансаңыз, бит сіздің шашыңызға ауысады. Шаш қыштырғыш, резеңке, мойын орағыш пен бас киімнен де жұғады. Өйткені педикулезбен ауыратын адам бұл заттарды пайдаланған соң оларды бит біраз уақыт тұрады. Бұл паразиттің жұмыртқасында осы заттарда сақталып, кейін битке айналады, дейді дәрігер. Маман өзен, көл, жағажай, бассейн сияқты көпшілік шомылатын жерден де педикулезді жұқтырып алу қаупі бар екенін айтты. Суда бит 2 күндей өмір сүре алады. Жағажайдағы құмнан да адамға жабысуы мүмкін. Биттен құтылу үшін адам өз бетінен ем жасай ала ма? Педикулезден арылу үшін адамдар халық емін жасап немесе дәріханадан битке қарсы сусабындар сатып алып жатады. Трихолог бұлай емделуге қарсы. Оның айтуынша ең дұрысы дәрігерге көрініп, маман ұсынған емдеу жолдарын ұстану. Динара Рысбекова пациенттеріне көбінесе негізі майдан тұратын лосьондарды пайдалануға кеңес береді. Өйткені олардың бас терісіне зияны жоқ, әрі шашты биттен тезірек арылтады. Дәрігердің айтуынша пациенттің бас терісі сезімтал болып, оны өзі білмеуі мүмкін. Судан сусабын аллергия туғызады. Трихологтың айтуынша, гигиена талаптарын сақтамағаннан да және дәрігер кеңесіне құлақ аспағаннан да баста бит қайта-қайта пайда болып жатады. Адамның шашына сусабын құрамы сай келмесе, төсек орын мен киім-кешекті арнайы жумаса, бит толық кетпейді. Шашын битке қарсы сусабынмен жуып алып, бұрынғы бас киімін киіп жүрген адамның басынан бит кетуі қиын, деді дәрігер. Динара Рысбековаға емдеушілер көбінесе бас қышуынан және қайызғақтан құтылу жолдарын сұрап келеді. Қайызғақ пен бас битінің жұмыртқасын шатастыратындар бар. Қайызғақ дегені биттің жұмыртқасы болып шығады. Екеуінің түсі де ақшыл болады. Бірақ қайызғақ шаштың түбін қолмен қаққанда жерге тез түседі. Ал сіркені саусақпен жеке-жеке алып тазалау керек. Дәрігер бастағы биттен құтылу үшін гигиена сақтау керек екенін айтты. Бір жолы емделушім емнен нәтиже болмай жатқанын айтты. Мен ұсынған сусабыннан да пайда жоқ екен. Шашын сусабынмен жуып, битке арналған тарақпен тұрақты тарап жүр. Сөйтсек, бар мәселе гигиенада болып шықты, дейді трихолог. Педикулезді болдырмау және одан айығу үшін басты аптасына кемінде 1 рет жуу керек.
төсек жабдығын апта сайын ауыстыру керек. Киімді ыстық сумен, мүмкін болса суды қайнатып алып жуған дұрыс. Киімді екі жағынан үтіктеп кию керек. Үйді тұрақты тазалап тұру қажет. Педикулез көбіне мектепке дейінгі және бастауыш мектеп жасындағы балалар арасында кездеседі. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, оның себебі балалар ойнап жүргенде бас түйістіреді, топ болып селфи жасайды, тарақпен шатастырғышты алмасады. Балаға біреудің бас киімін киіп, мойын орағышын тағуға болмайтынын түсіндіру қажет. Баланың басын жүйелі тексеріп, бит бар жоғын немесе оның азайып көбейгенін байқап жүру керек. Жарық бөлмеде ақ мата жайып, бас бетінен арылған тістері өте жиі тарақпен шашын сол матаға тарап тұрған дұрыс. Бастағы биттен құтылудың 5 жолы. Битті тазалау үшін тарақ, ақ түсті мата және сабын керек. Қыздардың басындағы биттен қалай құтылсақ екен? Үйдегі кішкентайларға да жұқтырып жатыр. Қанша тарасақ та битті кетіре алмадық. Сіркені сұғудан шаршадық. Міне, бұл 3-4 ананың басы қосылғанда міндетті түрде айтылатын әңгіме. Бит басқан шашты алып тастаңыз, биттен әп-сәтте құтыласыз. Әрине қалжың, бірақ мұндай ойдың да жыл-тезер кезі кездеседі. Өйткені шаштағы битті тазаламасаңыз, балаққа түсетіні анық. Бүгінгі аналарымыздың басты проблемасына айналған мәселені халықтың тәсілімен шешудің 5 жолын ұсынайын деп отырмын. Бірінші, керосин, май, яғни күнбағыс, жүгері, асқабақ, жүзім. Кез келген маймен керосинді 1/1 есебімен араластырыңыз. Дайын болған сусабынды шашыңыздың түбіне жағып, пергамент қағазымен орайсыз. Сыртынан орамал тағып жатыңыз. Таңертең шашыңызды балалар сусабымен жуу керек. Сосын өлген бит пен сіркені сірке суына салынған майда тарақпен тарап түсіріңіз. Екінші, лимон, мүкжидек немесе анар шырыны. Бұл жеміс шырындарының құрамы қышқылға бай. Сондықтан да биттен құтылу үшін осы шырынды шаштың ұзындығына жағып, 1-1,5 сағаттай басыңызды орап алыңыз. Белгіленген уақыттан соң шашыңызды сусабынмен жуып, майда тарақпен тарайсыз. Нәтижесін көргіңіз келсе, ақ түсті матаға тараңыз. Үшінші, мүкжидек жемісі. Уыз мүкжидек жемісін езіп, шашыңыздың түбіне жағыңыз. Ал шырынын шашыңыздың ұзындығына жағасыз да полиэтилен пакет киіп алыңыз. Сыртынан сүлгімен орап 3 сағат жүресіз. Белгіленген уақыттан соң шашыңызды жуып, майда тарақпен тараңыз. Төртінші, сірке суы қосылған су. 70%-ық 1 тамшы сірке суды 10 тамшы таза сумен араластырасыз. Дайын болған емдік сусабынды күніне 1 рет өзіңізге ыңғайлы уақытта шашыңыздың түбіне жағасыз. Шамамен 10-15 минуттан соң шашыңызды ағынды сумен шаясыз. Емделу мерзімі 3 күн. Бесінші, қылқан бұтақтары. Жарты шелек қылқан бұтақтарына су құйып, отқа қоясыз. 2-3 сағаттай қайнатып аласыз. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алыңыз. Алдымен шашыңызды сабынмен жуып, артынан жылы тұнбамен шайыңыз. Сосын сүлгімен орап, төсекке жатыңыз. Бұл тұнба бит пен сіркеден арылтады, әрі шашыңызды жылтыратады. Одан бөлек қара майлы сабын, пезилин сусабыны, 5%-ық күкірт май мен бор майы да беттен арылуға айтарлықтай көмектеседі. Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Достар, бүгінге осы. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.